Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Бүгін мен сіздерге осылай қонақтыққа қоятын осындай пирожныйларды қалай жасау керектігін үйрететін боламын. Өзімнің біліммен бөлісетін боламын. Бұл бисквиттен жасалған керемет, өте нәзік, сондай дәмі ерекше шығатын пирожныйлар. Сіздер үйден дайындап қойып, алдын ала жасап қойсаңыздар, морозилькте қалай сақтайтынды қазір соңында айтатын боламын. Ол үшін бірінші бисквитімізді пісіреміз. Ол үшін осындай таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарып салып миксерлейтін боламыз. Ыдысымыз да және миксеріміздің басы да құрғақ болуы міндетті. Жұмыртқамызды әуелі соғып алып, кішкене көпіріп басталғаннан кейін ғана барып, қантымызды бөліп, азаздан салып отырып, осылай миксерлей береміз. Әбден жақсылап көтеріліп, осылай аппақ массаға айналғанға дейін миксерлеп, сосын жылы сүтімізді және өсімдік майын құямыз. Содан кейін тағы да кішкене миксерлеп жібереміз. 1-2 минуттай миксерлегеннен кейін разрыхителімізді саламыз және електен өткізілген ұнымызды азаздан 3 бөлікке бөліп отырып саламын мен. Салып, осылай лопатканың көмегімен басып алмай жайлап, астынан үстіне қарай жайлап отырып айналдырамыз. Міне ұнымыздың бәрін салдық, әбден жақсылап тұрып араластырдық. Ешқандай түйіршік қалмау керек. Менде осындай 25-25 көлемдегі осындай форма. Мен сосын фольгамен дұрыстап қаптап алдым. Бұдан да кішірек формалармен или үлкенірек формалармен жасайтын болсаңыздар үлкейтесіздер. Кішірек формамен жасауға болады. Сәл 20-20 немен болмаса 28-30 дөңгелек круппен де жасауға болады. Жалпысында пирожныйға 4 бұрышты ыдыс ыңғайлы болған соң мен осындай неде жасаймын. Міне менің бисквитім пісіп шықты. Әбден суығанша мен формадан шығармаймын. Міне әбден суытып алдым. Жан-жақтарын пышақпен ажыратып алып, формадан шығардым. Артындағы фольгасының бәрін алып, міне бисквитті түгелмен босатып, мен осындай доскама салып қойдым. Енді қазір бірінші кремімді дайындайтын боламын. Кремге менде осындай весовой креметтімді, 30% сливкиімді және қант ұнтағын салып, қазір араластырып, біріншісінде жаңа 1-мен жайлап минимальныймен бастаймын, 1-2 деп жайлап көбейте отырып, максимальныйға шейін апарып, осылай кремді дайындап аламын. Қойылып, біркелкі масса айналғанша өстіп миксерлейтін боламын. Міне менің кремім дайын. Енді бисквитімді алып, ортасынан 2-ге бөлдім. Енді мен жаңағы өзім пісірген формаға қайтадан кигіземін. Алдымен сүтті бисквитіме жағып аламын. Құрақ болып қалмас үшін тек сүттің өзін ғана, өте шылқытып жақпаңыздар, жеңіл ғана жағып сұқсаңыздар жеткілікті. Міне осылай формамда қайтадан кигізіп, кішкене бисквитіме шақтап кішкене қысқарттым формамда. Енді жаңағы кремімді мен білдейканың тап-таза 2 бөлікке бөлемін, жартысын ғана салып, осылай бисквитіме жағып аламын және екінші қабатын кигіземін. Бетіндегі бисквиттің бетіне қабыршақтарын алынғанша алып тастаймын, себебі қазір кедергі келтіретін боламын. Қайтадан сүтпен қайтадан себелеп шығып, қалған кремімді түгелмен жағып тастадым. Қазір мен осының бетіне пищевой пленкамен орап, холодильникке немесе мұздатқышқа 1-2 сағатқа салып аламын. Мен қазір пирожныйым тұрды морозильникте 2 сағаттай. Жан-жағындағы пышақпен формасын алып тастап, енді бөліктерге бөлемін. Мен осы 25-25 көлемнен 30 штуктың шамасына пирожный шығарамын. Сіздер өздеріңіз қарайсыздар, егер үлкенірек болғанын қаласаңыздар, сәл үлкенірек кесуге болады. Мен көз мөлшерімен осылай өзімізге осылай жасай беремін. Бетіне вафельный крошка септім. Жалпы бұл бисквит, осы пирожный, осы вафельный крошкамен өте жақсы болады. Жалпысында осы вафельный крошканы мен үйден дайындаймын. Оның да менде каналымда рецептісі бар. Жалпы осы пирожный осындай вафельный крошкамен өте дәмді болады. Және бұл вафельный крошка дастархан қояр алдында ғана сепсеңіз, бисквитке ерекше дәм беріп, жеген кезде күтірлеп
ерекше дәм беріп тұрады. Міне осылай барлық пирожноларымды астына салфеткасын саламын. Міне осылай барлық пирожноларымды дастарханға қояр кезде сәндеп, өзімнің керегіме қарай кесемін. Артық пайдаланбағанымды холодильникке немесе морозильникке салып қоюға болады. Сондай-ақ бисквиттеріңізді алдын ала пісіріп қойсаңыздар, жаңадай бисквиттеріңізді пісіріп, жылы күйінде пищевой пленкамен орап, морозильникте 1 айға шейін сақтауға болады. Қажет уақытында шығарып жібітіп, осылай кремдерін жағып жапсыра қоясыздар. Осындай тамаша нәзік бисквиттер шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер.